Баршаңызға сәлем, сіздер мен Луиза. Бүгін сіздермен тюльпан печеньесін дайындаймыз. Ол үшін 120 грамм айранымызды құямыз, 110 грамм сұйық майымызды, 120 грамм сүтімізді құйып, бір ас қасық шекер, жарты ас қасық тұзымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, 2 жұмыртқамызды бөліп жарып, сосын 500 грамм ұнымызды 2-ге бөліп аз-аздан қосамыз, бір пачка разрыхлителімізді салып, барлығын жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан соң 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды алып, осындай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз да, зуала жасап, қамырымызды жайып аламыз да, және ортасынан пышақтың көмегіменен бір сызық етіп кесіп аламыз. Ішіне бір қасық начинкамызды салып, осылай түйіп аламыз да, бетін жұмыртқамен жағып, күнжутқа осылай аунатамыз. Пергамент қағазына қызып тұрған духовкамызда беті қызарғанша пісіріп аламыз.